Сәлем достар, бүгін осындай керемет сырники жасаймыз. Ол үшін бізге 600 грамм сүзбе қажет. Оған 2 жұмыртқа қосамыз. Одан кейін 1 шай қасық тұз, 5 ас қасық қант қосып араластырамыз. Одан кейін погруженный блендермен араластырамыз. Осындай қаймақты редис болып шығу керек. Одан кейін 3 ас қасық ұн қосамыз. Одан кейін холодильникке 15 минутқа қоямыз. Кейін тақташамызға ұн сеуіп, қолымызға да ұн себеміз жабысқанмау үшін. Видеода көрсетілгендей домалақтаймыз. Әр сырник 1 столовый ложкадан аламыз. Менде 9 штук шықты. Енді қызып тұрған табамызға сұйық май құямыз. Одан кейін қуырып шығамыз қызарғанша. Сырнигіміз өте дәмді, әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасасаңыздар, комментарийға жазсаңыз болады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.